жақында қазақ тіліне қатысты тағы бір дау шықты. Фортобанк қазақ тілін білу міндетті емес деп хабарландыру жариялап сынға қалды. Банктің бұл әрекеті халықтың жанына батты. Мәселе әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Сіз бұл туралы білесіз бе? Мұндай дау қайталанбас үшін не істеу керек? Ұсынысыңыз бар ма? Мен бұл туралы неге білмеймін. Мен бұл туралы сөзді жаздым, өзім парақшамда. Оған халықтың барлығы үлкен қолдау жасап, пікір айтып жатыр. Енді бұл өзің айтпақшы бір кезекті мәселе ол. Бұның алдында да болған ана Мұқариев деген бизнесмен, ол қазақ тілін талап ету, жаңағы мәдениетсіздік деген сияқты болды. Оған да халық қарсы шықты. Енді мынау жаңағы Фортебанктың тірлігі мына жерде қазақ тілін білу міндетті емес деген сөз біздің қазақ еліне, қазақ мемлекетінің тәуелсіздігіне қарсы айтылған сөз. Олар енді ақталып жатыр, бұл жасанды интеллект, жаңағы робот жасаған деп. Бірақ мен сол мақаламда жаздым, жасанды интеллектке аударғанмен, жасанды интеллекттің нені көрсетеді? Ол өзінің базасында не бар, соны көрсетеді. Яғни Фортебанктың базасында, жасанды интеллектіге жасақталған базада, ол жаңағы мемлекеттік тіл міндетті деген сөз жоқ та, керісінше мемлекеттік тіл міндетті емес деген сөз жеткілікті болған. Сондықтан ол оны шығарған, егер сенсек олардың сөзіне. Бұл жерде бұл мәселе тоқтау үшін бір нәрсе керек. Бізде мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау қажет. Иә, бұл мәселеден хабардармын, бірден көргенмін. Жалпы мен үшін, азамат ретінде мен үшін түсініксіз жағдай. Біздің қазақ елінде нәпақа тауып жүрген қазақ азаматтарына қызмет көрсету керек, және де ол азаматтар келіп қызмет талай алады да, және сондай банктың бұндай хабарламасын мен түсінбедім шынын айтсам. Халыққа жалпы ауырып жатқанын мен де көрдім, маған да ауырып жатты. Бұл бұндай жағдай қайталанбау керек деп ойлаймын. Жалпы біздің экономика саласында қазақ тілінің дамуына бір тең жұмыс жасау керек сияқты деп ойлаймын. Ал қызмет келіп алатындар тек орыс тілдері емес, қазақ тілдері де басым деп айтуға болады. Неғып ондай банктың әрекетін жалпы іште азаматтарды тыймағанын мен түсінбедім. Меніңше, бұндай әрекет қайталанбас үшін әр банк бірінші кезекте қай мемлекетте жұмыс істейтінін есте сақтау керек сияқты деп ойлаймын. Өте өкінішті жағдай. Қазір біздің бизнесте, әсіресе үлкен бизнесте қазақ тілінің қажеттілігі болмағандығы ол барлығымызға анық. Шыны керек. Бұл жерде біз өзімізден бастау керекпіз. Анау кез келген банкке келген кезде мен қазақша қызмет алғым келеді десеңіз, ондай жағдай болмайды. Түсінесіз ба? Сондықтан да бұл қоғамдағы болатын құбылыстың нәтижесі деп айтуға болады. Бұл әрине менің ойымша Фортобанктан шыққан келеңсіздік ешқандай жерде дәлел қажет жоқ. Шыны керек, мен осы мәселе туралы өзім айтқым келіп еді. Маған дереу Фортобанк өзінің пиар командасы жақсы жұмыс істейді екен. Маған дереу осы жағдай болғаннан кейін, 2 сағаттан кейін маған хат келді. Сол Фортобанктан бүкіл түсіндірмесін түсіндіріп, қалай болғанын, оның барлығы компьютердің жасағанын деп енді келтіріп түсіндіріп берді маған. Бірақ біз өзімізден бастау керекпіз. Әрдайым осындай мекемелерге келген кезде мен қызметті қазақша алғым келеді десеңіз, онда біз олар қазақ тілін талап етуге мәжбүр болады. Біз оларға сен өз жұмыскерлерді алған кезде қазақ тілін талап ет деп айтуға ол дұрыс болмайды. Біз айтамыз, бірақ ең мықты талап сол мекемеге келген кезде өзіміз жоқ, маған қазақ тілінде қызмет берсеңіз, маған ыңғайлырақ болады десеңіз, олар өздері бар қазақ тілін білетін, меңгеретін адамды қызметші. Яғни біз енді менің түсінгенім, яғни біз бизнес кәсіпкерлерге ренжімес үшін өзіміз алдымен қазақ тілін талап етуіміз керек қой. Қараңызшы, әрдайым сіз осы кез келген кафеге болсаңыз, ресторанға болсаңыз, қонақ үйіне болсаңыз, банкке келсеңіз, әрдайым сіз дауыс бересіз. Сол депутат сияқты, партияға сияқты. Бірақ сіздің дауысыңыз ол теңгемен дауыс бересіз. Сондықтан да қалай осындай банктерді немесе осындай мекемелерді біз қалай өз жағымыздан тәрбиелейміз? Сол теңгемен дауыс бермеңіз. Егер де сізге қызметті қазақша бермесе, оған ақша салмаңыз. Ол банктан қызмет алмаңыз, сол кафеден тамақ жемеңіз. Солай ғана оларды дұрыс тәртіпке келтіріп, қазақша
қазақша білетін жұмыскерлерді жұмысқа алып, қазақша қызметті дұрыс өз қалпына келтіреді деп ойлаймын. Бұл мәселеден хабарым бар, әлеуметтік желіде біз де көрдік бұл жаңалықты. Әрине бұл қазақ тіліне деген бір немқұрайлық көзқарас. Біз Қазақстан Республикасында өмір сүріп, Қазақстан Республикасының банкі жұмысқаларда қазақ тілі міндетті емес деп жазғаны бір түрлі жаңалық болды, бірақ бұл сол жерде бір кадрды, отдел кадрда отырған бір мүмкін сол маман қажет емес деп таныған бір жағдай болған шығар. Бірақ жалпы ол банктың Қазақстан ішінде жасап жұмыстар көп. Толған су батқанда жағдай, басқа жағдайларда мектептерде салып жатыр. Меніңше бұл барлық сол банктың атына кіргізілетін шара емес. Сол жерде бір болған бір кездейсоқ оқиға деп ойлаймын. Бірақ жалпы бұндай шаруа қоғамда қатты талқыланғаны өте қуантты. Өйткені болашақта бұндай басқа ұйымдар, жекеменшік ұйымдар, банктар бұндай мәселені болдыру мәселесіне көз салады, міндетті түрде назар аударатын болады. Енді біздің еліміздегі бүкіл салада мемлекеттің қанатының астында жұмыс атқарып жатқан әрбір салада мемлекеттік тілді білу міндетті. Сондықтан да ол Фортебанктағы жаңа мемлекеттік тілді білу міндетті емес деген сөз бұл дұрыс айтылмаған деп есептеймін, жеке өз көзқарасым. Сондықтан әрбір біздегі еліміздегі жұмыс жасап жатқан банктер, олардың қызметкерлері осы біздің тәуелсіз мемлекетіміздің мемлекеттік тілін білуге міндетті. Сондықтан да оны талап ету керек. Алдағы уақытта олардың осы мемлекеттік тілді құрметтеуге тиісті. Мемлекеттік тілді құрметтеу, ол мемлекетті құрметтеу. Сондықтан да біздің осы мемлекеттік тілді білуге әрбір өздерінің қызметкерлеріне талап қойылу керек. Бірақ осы 30 жылда қазақ тілі мәселесі әлі өзекті. Бірақ кейбір кездері біз халық, мысалы, оның ішінде өзіміз айттым, өзіміз кінәлі емеспіз бе? Өйткені біз мысалы банкоматқа барып карточка сақтаусын таңдаймыз. Осы тұста мына мәселені айта кеткім келеді. Біз жаңағы тіліміз жұтаңданып бара жатыр, тілімізді көтеруіміз керек деп даурыға берудің қажеті жоқ. Тіл деген бұл өте жаңағы әрбір қазақстандыққа, әрбір адамға тікелей байланысты, отбасына байланысты. Біз отбасында өзіміздің немеремізбен, бала-шағамызбен орысша сөйлесеміз де, трибунаға шығып қазақтың тілде айғайлаймыз, бұл дұрыс емес. Сондықтан да егер біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі дамысын деп шын мәнінде соған үлес қосқымыз келсе, әрқайсымыз өзіміздің отбасында бала-шағамызбен, немеремізбен күнделікті қазақша сөйлеп соны әдет қылайық. Не болмаса жаңа банкоматтарда түрлі қызмет жаңағы алар кезде біз әрқайсымыз сол қазақтың тілі деп айғайлап жүргендеріміздің өзі көбінесе сол жаңағы орыс тілінің тетігін басады. Неге ол мемлекеттік тілде қызмет алмайды? Сондықтан да мына мемлекеттік тілге деген құрмет осындай ұсақ кішкентай болса да маңызды дүниелерден тұрады. Сондықтан біз мемлекеттік тілге жанымыз ашитын болса, осындай әрбір кішкентай дүниенің өзіне мән беріп қарауымыз керек. Енді мен бастысы бұл конституцияға қатысты кез келген азаматтарға дискриминация жасауға болмайды. Соның ішінде ұлты, тілі, әлеуметтік жағдайы, әсіресе мына жұмысқа қабылдауға қатысты мәселелерге біз байқамасақ болмайды. Бірінші кезекте азаматтарға әрине ол мамандығына сәйкес талап, бірақ енді Қазақстанда тұрғаннан кейін мемлекеттік тілге қатысты барлық талаптар ол міндетті болу керек. Бұл жерде қалай енді мынау қызмет көрсететін сала, қызмет көрсетуде ол мемлекеттік тілде болу керек. Сол себептен әрине мен ойымша бұл жерде енді олар қателік деп өздері айтып жатыр ғой, бірақ қоғамның бұлай қабылдауы, теріс қабылдауы, сын айту барлығы орынды деп есептеймін. Кезінде мынандай бір мен ол кезде қоғамдық жұмыспен алсам, бір 10 жылдай бұрын Каспий банк ең бірінші приложениесін ашатын болды. Сол кезде мені сарапшы ретінде шақырды. Мен қарадым да бірден айтпадым, неге қазақ тілі жоқ? Енді ең басты аудитория, ең көп банктың қызметін пайдаланатын қазақ тілді аудиторияға неге ондай емес? Олар енді тілді білмейді.
ертең қателеседі. Сонда маған сол кезде қоғамнан да байланысты ғой, талап қою. Сол кезде мен есімде банк басшысы Ламтадзе айтты, мен мойындаймын айтқаныңызды. Енді қасымда ойламаппын, қасымдағы мамандардың барлығы орыс тілді болғасын, біз сөйтіп дұрыс шешім жасамаған шығармыз. Мен бұл жүйені 2 айға тоқтатамын, 2 айдан кейін таза қазақша жасаймын да, сол кезде ғана презентация жасаймын, қазір тоқтатамын деді да, тоқтатып қойды. Сол кезде мен өзім ойым, міне қоғам талап етті, олар дайындауға дайын, бірақ қоғам болып талап етуіміз керек. Сосын бұл жерде тек қана ауызша айтып қана қоймаймыз, заң бойынша бізде арыз жазайық. Арыз жазудан қорықпау керек. Мынандай заң бұзылды. Мынау заң бойынша тұтынушылардың құқығын қорғау заң, жаңа конституция бар, еңбекке қабылдаған кезде жаңа қазақ тілді азаматтарға шектеу жасамау керек. Мына жерде қазақ тілді ақпарат жоқ деп біз арыз жазып талаптауымызға болады. Яғни бастысы қазақстандықтар талап ету керек. Талап ету керек. Кеше мысалы, міне, мен ойымша бұл жерде бір бүлініп қойған ештеме жоқ, бірақ қоғам өзінің құқықтарын қорғауға әрекет жасап, жаңағы осындай пікірін жазып, бірігіп көтерген арқасында, мен ойымша көп қаржы болсын, техникалық ұйымдар болсын, амал жоқ, оған өзгереді. Ол қоғамға байланысты. Қолын сілтей салып, ол өзгермейді, бәрі оларға бәрібір. Екінші мәселе, біздің қолымыздан не келеді деп қолын сілтей салатындар көп, ол дұрыс емес.